Қаза намаз мәселесіне келсек, қаза намаз бір қаза намаз болып қалса, соны құптаннан кейін жинап оқы деген нәрсе дұрыс емес, бауырлар. Бұл совет дәуірінде айтылған мысал, себебі түнгі уақытта үйіңе кіріп алып, жасырынып, бәрін жинап ал деген мағынада еді. Күндіз намаз оқып жатсаң, көрініп қаласың, ұстап кетеді, періштелер көтеріп кетеді деген сөз бар. Қара машинеде періштелер келеді, солар көтеріп кетеді дейді. Сол үшін жаңалдегі сол заманның айтылған сөз еді. Ал шын мәнде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген хадис бар, намаз қаза болса, есіңе түскен уақытта оқып ал дейді. Яғни қолыңызға қолайлылық қашан туады, сол кезде намазды оқып алу керек. Яғни қаза болса, қазаңызды оқымаңыз, уақыты кіріп болса, сол жерде оқымаңыз. Тым болмағанда парызын оқып алыңыз. Яғни мысалы намаздың толықтай оқып тұруға жағдайыңыз болмай тұр, бірақ парыз оқуға мүмкіндік тауып қалсаңыз, парыз оқуға бір намаздың парызына 3 минут уақыт кетер. Яғни жұрттың сигарет шеккіштердің бір сигаретінен де тез оқып қоясыз кейде. Біреулер енді 10 минут шегеді. Ой, әдемілеп тұрып, енді оны ұстап алады да, бейшараны құшақтап алып тұрып сорады бейшараны. Білмеймін, өмірі басқа нәрсені сұрамаса да соны сұрап алады. Сол үшін айтатыным, жаңалдегі намазыңызға да сондай махаббат қойыңызшы. Сол бейшараларда махаббат қойды ғой сигаретке. Жаңалдегі сондай махаббат болсыншы, іш болмаған сигареттей махаббат болсыншы намазға деген. Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.